Зерттеудің әдістерінде біз бұл мәселені қалай зерттедік? Қандай әдістер? Мысалы, сендер Мысалы, біз өзіміз шықтық, мысалы, тура 12-де шықтық шомылуға, мысалы. Минус 25 градус. бұл сен өміріңде кездескен бе? Негізі, иә. Иә, өмірінде кездескен. Содан кейін ол неге мен осылай күйдім деп ойладың, иә? Неге мен осылай күннен зиян көрдім? Сен күннен зиян көрдің бе, жоқ? Судан зиян көрдің бе? Судан не қойып өйткені сен жай көне тұрсаң, аса қатты күймейсің. Сен суда жүзгенде күйесің. Суда жүзіп, судан шыққаннан кейін саған күн қатты өтті. Сен суда жүздің, сосын судан шығып күнге отырып ең, саған күн қатты өтіп кетті, иә? Сонда сен бұл жерде ылғалмен, күн мен судың тотығуын жасайсың ба, не істейсің сонда бұл жерде? Нені зерттейсің? Жоқ, ол зерттеу объектісі болады. Қойдың осы үзіндіні. Бұл жерде мына оқушы айтады, күннен шағылысқан кезде судың зияны болады ғой дейді. Сосын ол бала сұрап келді, сосын мен айтам, ол сенің өзіңнің өміріңде болды ма деп. Иә, болды дейді. Сонда мен мысалы суға түсуге барғанға дейін мен күйген жоқпын ғой дейді. Біз сағат 12 кезінде бардық дейді. Бірақ мен суға бара жатқанда да су күн тұрды ғой дейді. Бірақ мен күйген жоқпын дейді. Ал енді мен суға түстім дейді. Судан шыққаннан кейін отырсам күйіп қалдым дейді. Мен кәдімгі күйіп қалдым оған дейді. Сонда сен оны күннің зияны деп тұрсың ба, судың зияны деп тұрсың ба десем, ол судың зияны дейді. Неге мен суға түспей тұрғанда күймедім? Суға түсіп қайта шықтым, күйдім. Соны мына екі бала осы топ. Соны алып зерттеп жатыр. Өзінің күнге күйген суда. Иә, сабақтың тақырыбы қандай? Ол су, бөлім су. Қазақ тілі, судың зияны.